Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, әр күніміз тек сәттілікке толы болсын деп тілеймін. Құрметті менің оқырмандарым, мен бүгін сіздерге армян елінің өте дәмді, өте оңай жасалатын, өте танымал печеньесі, гата печеньесінің жасалу жолдарымен бөлісемін. Ал бісміллә деп, бізге ең алдымен ұн керек. Пищевая сода саламыз ұнға. Содан соң бөлме температурасында жұмсақ сары май, қаймақ немесе айран, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жаққанға ағын қамырға салып жібереміз. Ең алдымен ұнымызға содамызды салып, сары май, жұмыртқамызды салып, қаймақты салып, қамыр елейміз. Қамырымыз осындай жұмсақтау, әдемі қамыр болады. Қамырды елеп болғаннан кейін демалдырып қоямыз. Содан соң ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда қоңыраушаны басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Салмасына грек жаңғағын мен өзім қосып жасағанды ұнатам, сондықтан грек жаңғағын қосамын. Негізінде қоспай жасауға да болады. Грек жаңғағын осылай майдалап турап алып, содан соң қант, ұн, сары май, ванильный сахар немесе ванилинді салып, қолымызбен құрғақ салма дайындап аламыз. Достар, осы видеоның астына описаниеге рецепттің толық мөлшерлерін жазып кететін боламын. Қолымызбен араластырамыз, сары майды ези отырып, ұн, қант бәрін бірдей етіп араластырып дайындап аламыз. Демалып болған қамырымызды алып, жұқалап жаятын боламыз. Бұл қамырды екіге бөліп, екі зуалай етіп жайсаңыздар да болады, немесе осылай үлкен бір зуалай етіп жаюға да болады. Жұқалап жайып алған қамырымыздың ішіне дайындап қойған салмамызды, құрғақ салмамызды салып шығамыз. Орамаға салған сияқты осылай салып шығамыз.
Салмамызды бір тексетіп салып болғаннан кейін орама сияқты қамырымызды ораймыз. Қамырды орап болғаннан кейін қиялап немесе үшбұрыштап кесіп шығамыз. Мен осындай қиялап кестім. Противеньге пергаментті қағазымызды төсеп, кесіп алған қамырларымызды салып шығамыз. Бағанағы алып қалған бір жұмыртқаның сарысын бір қасық сүт құйып, араластырып, бетіне жағып шығамыз. Содан соң қызып тұрған печкада, духовкада 170 немесе 180 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Достар, видео ұнап жатса, сізден лайк пен комментарий күтемін. Немесе сіз қай қаладан екеніңізді комментарийге жазып кетсеңіз болады. Мына біздің печеньелеріміз дайын, пісті, өте әдемі. Осындай боп піседі. Достар, менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.